Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік? Қалайсыздар? Аман есесіздер ма? Сіздермен жолықпағалы көп болды. Бірақ бүгінгі тақырып екінің бірі көпшіліктің бірталайы тақырып қылып атқан магнум мәселесі. Мен сондай тақырып қойдым, магнумның мәселесі. Оның бүге-шүгесінің бәрін айтатындар айтып жатыр, түсіндіретіндер түсіндіріп жатыр. Ар ойланып, бер ойланып, өзімнің ойымды айтқым келіп кетті. Себебі, шынымды айтайын ба? Себебі мен зейнетке шықтым. Зейнеткерлердің аузын ешкім жаба алмас. Біз Совет үкіметі заманында өсіп, сол кезде тәрбие алған кісілерміз. Тыйым сөзді білетінбіз, қой дегенде қоятынбыз. Көп сөйлеме десе сөйлемейтінбіз. Балаларға зиян тиіп кете ма деп қорқатынбыз. Мұндағы кезге дейін жұмыс істеп жүрген кезде жұмысқа, басшымызға зиян тиіп кетеді ма деп тарта сөйлейтінбіз тілімізді. Ал енді қазір байқайсыздар ма? Жақсы, білімді, сондай патриоттықтар өте дамыған жастар өсіп келе жатыр. Олар өзінің ойларын өте ашық айтады. Ештеңеден қорықпайды, қаймықпайды. 50 жылда ел жаңа деген мақал бар. 30 жылдан аса уақыт бір қалыпты, не дамымай, не жөнді байымай, әйтеуір итшілеп өмір сүріп, итшілеп 40 жыл үкіметтің ақшасын, айлығымен өмір сүріп келдік. Шүкір дей береміз, Құдайға шүкір деп қоямыз. Енді мына жастардың тіпті үлкен кісілерден ешкімді байқамадым, бірақ көбінесе шығып атқан жастар мен орта жастағы неше түрлі кісілер ойларын айтып жатыр. Ол да дұрыс шығар. Бір жағынан өте риза болдым. Қазақ тіліне деген құрмет, қазақтардың намысын оятатын неше түрлі ұрандар, ойлар, пікірлер, оның бәрі дұрыс. Бұрын депутат болып отырғанында Шерхан Мұртаза атамызда шырылдаған. Одан не өзгерді? Өзгерген жоқ. Тек қана жыланда ғана екі тіл болады деп төдесінен айтқан. Оны барлықтарыңыз білесіздер. Не өзгерді? Бір жап-жас келіншек айтып жатыр. Конституциямызды ашып көрсетіп жатыр. 7-ші бабында қазақ тілі мен орыс тілі қатар жүреді деген. Көрдіңіздер ма? Конституция өздеріне лайықтап қалай жөндеп алды, сол күйінде қалды. Біреулер халықты көтеріп жатыр. Қарсы шығайық. Тек қана магнумға емес, үкіметке қарсы шығайық. Конституцияны өзгертейік. Тек қана қазақ тілді болсын деп. Ол қазақ тілін онсыз да білеміз, қолданамыз, қолдаймыз. Бір күнде бола салатын нәрсе емес. Бір күнде болдырамыз деген қаңтар оқиғасы әлі есімізде. Кім қырылды? Жастар, қамалған жастар, ұсталған жастар. Бір пенсионерді қамап қойыпты деп естіген жоқпын. Желтоқсан кезінде біз жас болғанбыз, осыдан 30 жыл бұрын. Ыңшыз-дыңсыз газетке кішкентай ғана мақала шықты. Алматыда наркомандар мен нашақорлар шығып митингіге шықты деп. Арты дұрыс бағаланған жоқ. Ол кейін мұнда ғана дұрыс бағасын беріп, қазір енді ардагерлерді, желтоқсан ардагерлері дегенді құрметтеп жатырмыз. Дұрыс па? Солай болған. Мүмкін енді осы жағдайдан кейін үкіметтің құлағына жетер, президентіміздің құлағына жетер. Бір шешім болар мекен деген ойдамын. Енді қалай айтсам болады? Ол кезде тоқтам болған, цензура деген болған. Көп нәрсе айтылмайтын, көп нәрсе жарияламайтын, теледидарға, көп жаңалықтарға шықпайтын. Қазір міне заман өзгерді деген осы шығар. Интернеттің дамығаны,
телефонның көбейгені, неше түрлі желі, Инстаграм, ТикТок дейміз, анау мынау WhatsAppпен әрде бір секундта бірнеше сәтте жаңалықтарды алып жатырмыз. Сөйтіп тарап жатыр. Сондықтан да байқау жариялап, қазақтардың намысы одан бетер ары қарай күшейіп, ұлғайып, неше түрлі пікірлер айтылып жатыр. Енді осы жастар тоқтата ала ма? Ол жастардың қолынан не келер екен деген ойда қаламын да менде. Бірақ қалай айтсам болады, осы интернет желісінде соғыс кезіндегі депортацияға ұшыраған халық бар ғой, шешендер, корейстер, оған дүнгандар мысалы. Ылғи рахметін айтады. Қазақ халқына рахметіміз зор. Бізді асырады, бізді бақты, көмектесті деп. Жаңа ғана көрдім Аралдың бір орыс жігітін. Қазақ болып кеткен, қазақ қызға үйленген. Балалардың бәрі қазақ тілден 4 алды, орыс тілден 3 алды дейді. Оған да ішің жылайды. Сондықтан да менің өз ойым. Халықтың бәрін жамандауға болмайды. Жаман адам болады. Осындай пікірді жастар айтып жатыр. Бүкіл орысты жамандамайық, іріткі тудырмайықшы. Осыдан бір қауіпті жағдай туындап кетпесін. Өз ана тіліңді құрметте деп Абай айтқан дейді. Білсе де білмесе де біреулер соғып жатыр. Оны Абай атам емес, ақын Тұманбай Молдағалиев бет, Қыдыр Мырзалиевтің бет. Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген 4 ауыз сөз өте көп мағынаны білдіреді. Мен өзім ризамын қазақтарға, қазіргі жастарға, бүкіл қазақ халқына өре түргеледі, бірлігеді, ұйымдасады. Әр нәрсенің 2 ұшы бар деген, әр таяқтың 2 ұшы бар. Өшіктіріп алмайық. Осы байкөттің өзі өте көп адамдарға сабақ болады деген үміттемін. Сіздер қандай ойдайсыздар? Осыны өзімнің ойымды айтуды құп көрдім. Ешқандай дүрлігі болмасын, соғыс болмасын. Украина халқы мен орыс тілді халық, Россия не істеп жатыр? Ешқандай қаңтар оқиғасы болмасын. Оған жеткізбейік. Үкіметтің құлағына біздің айқай шуымыз жетер ме екен? Өте қиын ау, жетпейді ау. Сол. Сау саламатты болыңыздар.